балаңызды өзіңіз тоя өп жыттаң, балаңыз дағы сіздің қоңыр тер жыттанған жыттыңызға қадимде қанып тойсын. Алар менен отырың. Балдарыңызға Құр'андың сүресінен бір аятты, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан бір хадисті күніге даярдап барың. Менде бүгін мындай жаңылық бар. Біздің үйге ушул бір жаңылық болсын. Біздің үйге ушул бір белек болсын. Келгеледен. Балаңыздың келешек үшін уақытыңызды бошатың. Анткені ал сіздің боруңыздың, жүрегіңіздің мөмөсі болады. Егер де сіз еле аны жақшылап тарбиялап қоя тұрған болсаңыз, анда Пайғамбар саллаллаху алейхи айтқан, хадистегі айтқан мықты бала ошол болады. Эмне деген Пайғамбар саллаллаху алейхи? Сіз өтіп кеткеннен кейін сіздің арқаңыздан дайым бата кылчу салих перзентіңіз болсын. Сіз өтіп кеткеннен кейін мейлі тирүү мезгилиңизде дагы Аллах өзі үйрөткөн дуаны айтсын. Эмне деп? Раббирхамхума кама раббаяни сагира. Раббим, мени кичинелигимден баштап мейримин төгүп талим тарбия берип ырайым кылгандай ата-энеми эми сен ошондой ырайым кыл деп дуа кылат. Сиз бүгүн перзентиңизге мейрим төгүп ырайым кылбасаңыз, ал сизге кайсыны дуа кылсын үйрөтүп коюңчу ошону. Мага көңүл бурбагандай, менин талим тарбиямды аксак кылып койгондой, эй Раббим, сен дагы ата-энемден кабар албай эле кой, менден кабар албаган сыяктуу эле деп. Ушуну дуа кылсынбы?